24 сағаттық азапты меже, сталиндік депортациялау. Тағдыр тепкісіне именбеген Иран ұлты мен қонақжай қазақ халқының бауырластық ниеті, бірліктің рухы. Бұның барлығы ұлты Иран, отаны Қазақстан, Изатулла ағамен жүргізілген бүгінгі сұхбатта. Дәсті шумо дәрдіне көнеді. Енді көп ұлттарға сол жақпайды, но илажы жоқ. Где родился, там пригодился. Ризат аға, әңгімемізді әулетіңіздің қоныс аударуынан бастасақ, сталиндік депортациялауға ұшыраған ирандықтардың арасында сіздің әкеңіз де болды. Сол кезде қазақтар әкеңізді қалай қарсы алды? Қалай қабылдады ортасына? Оны бірінші күніне есептегенде олар Қазақстанға түспеген. Олар бірінші Азербайжанға түскен. Бұлар отанға қайтамыз деген. Отанға қайтамыз дегенде бұларды қайтармаған. Хорошо деп көнген, но бірақ вагондарға басып, Россияға лесоповалға жіберген. Сөйерде, енді қыста Россияда сауық қой. Қараса, бұлар өліп кетіп жатыр, сауықтан. Соның үшін... Немеден өліп кетіп жатыр? Мороздан. Суықтан. Бұдан кейін бұларды сөйерден жинайды да Қазақстанға жібереді. Ирандың ауа райы менен Шымкенттің ауа райысы бірдей деп Шымкент облысына жібереді. Кейін сол Сарыағашта 36 жылы депортация болған, ирандар болған Азербайжаннан. Бұларды Иранға жібереміз деп алдап, әкеп Қазақстанға салды. Сөйерде менің шешемді көреді, и бұлған үйленеді. Шешеңіз қазақ? Жоқ, Азербайжаннан келген депортация болған ирандар, олар да Иран. Олар да Иран. Соған үйленеді, со қартымында менен де бір кішкене інім болады. Со семьяда біз екеуміз өстік. Атажұртқа барып, табан тіреп, сол жерде тұрақты өмір сүру деген мақсатпен, оймен барған кез болды ғой. Сол кезде бірден көзіңізге не оттай басылды? Қандай бір ерекшеліктер байқадыңыз көп жылдардан кейін? Мен Иранға көп барып келем. Ең бірінші кезде? Әр 2 жылда бір барып келем. Барғым келеді, тұрғым келмейді. Неге? Потому что бұяқтағы алған тәрбиеміз мен ояқтың тәрбиесі бір-біріне ұқсас болмайды, тура келмейді. Ояқтағылар басқа, бұяқтағылар басқа. Кейін менің жасымда барып жұмыс табу өте қиын. Балдар ояқтың тілін білмейді. Иранға барғаннан кейін ояқтағылар түрік тілін біледі. Бір фарс тілі емес. Фарс тілі Иранда ол мемлекет. Ол рабочий тіл. Мектептер мәселен фарс тілінде оқытады. Жұмыс жақта фарс тілі, көшеде фарс тілі, бірақ үйге келгенде өз ана тілі бар, түрік тілі. Түрік тілінде. Біз деген қазақ тілі мен орыс тілі сияқты ғой сонда, иә? Иә. Әшейін Иранда основной рабочий тіл фарс тілі. Қой сен түркмен боласың ба, қазақ боласың ба, күрд боласың ба, түрк боласың ба, рабочий тіл фарс тілі. Енді көп ұлттарға сөз жақпайды, но илажы жоқ. Фарс тілінде сөйлеп кете береді барлығы. Тарихи отаныңызға оралу жайында көп ойладыңыз ба? Неліктен райыңыздан қайтып қалдыңыз? Бардыңыз, тұрып көрдіңіз, иә? Иә. Енді білмеймін, біздің мәселен Қазақстандағы қанша ирандар бар ғой. Әлі қазіргі бүгінгі күнге дейін біреуі де кеткен жоқ. Ол мұны союз бұзылғаннан кейін армяндар да кетті, орыстар да кетті, немістер де кетті, татарлар да кетті. Біздікілер қап кетті, еш қайаққа қайтқан жоқ. Барлығы өсерді. Конечно, может барғысы келеді кейбір адамдардың.
барып бәрібір уақытта тұра алмайды олар. Өйткені отан осы жерде. Потому что бияқтан суын ішкен, бияқтан бәрі тірліктеріне үйреніп кеткен, тіліне үйреніп кеткен, жұмысына үйреніп кеткен. Соның үшін ояқты қиын болады. Әсіресе жасы өткен адамдарға. Егер де мұнда жаңағы достық үйінде Иран этномәдени бірлестігі ашылатын болса, сіз онда баратын ба едіңіз? Конечно. Сіздің тегіңіз Иран. Қазақстанда тудыңыз. Ташкентте еңбек еттіңіз. Енді өзіміз міне сіздің өзбек дәмханасында, өзіңіз ашқан өзбек дәмханасында шай ішіп отырмыз. Осы орайда сұрағым келетіні, ирандар жылқы етін жей ма? Жемейді. Ирандар жемейді. Даже мынау Ирандағы қазақтар бар ғой, олар да жемейді. Өзіңізді енді интернационалистпін деп есептейсіз бе, немесе ұлтшылсыз ба? Сондай сұрақ туындап отыр менде. Бұл интернационалист деген сөзді ем түсінбеймін. Көп ұлттымын, немесе ұлтшылмын. Конечно, міне бұяқта уже 65-ке келіп, конечно, қазақлығым да бар, иранлығым да бар, түркілігім да бар ішімде, Азербайжаннан бола алам, өзбек те бола алам. Қазір менде 4 немере бар, 3 шөбере бар, 3 бала, 1 қызым бар өзімнің. Бұдан бұлай не деймін? Шөбереңіз бар. 3 шөбере бар, иә. Келіндердің бәрі Иран ба? Келіндерім бәрі Иран, иә. Қан араластырмайсыздар? Жоқ. Тағдыр солай жазды. Енді бұдан бұлай білмейміз енді тағдыр қандай болады. Кемпір қазірше жоқ, өзімде бойдақпын. Әгер ондай бір нәсіп болса, маған разница жоқ. Ризат аға, сіз Қазақстанда тұрасыз, осында туып өстіңіз, Иранға көшкіңіз келмейді. Демек, сіздің отаныңыз бұл алаш елі. Осы орайда сіз кімді патриот деп есептейсіз? Сіздің ойыңызша патриот ол қандай адам? Патриот деген енді Қазақстанда мәселен бәрі патриот бола бермейді ғой. Өз кіндігі түскен жерге патриот болуың керек в любом случае. Потому что кінді қаяқты түскен болса, біз сөйде қаламыз. Орыстар айтпақшы, где родился, там пригодился. Где родился, там пригодился. Соның үшін бір соседтерге, бір туысқандарға емес, ес Қазақстанға жан күйдіруің керек. Осы күндері түрлі ұлттардың басы тоғысқан бірлігі мызғымаған елімізде 1 мамыр Қазақстан халқы бірлігі күні тойланып жатыр. Осы бейбіт күн үшін біз кімнің алдында қарыздармыз? Сіздің ойыңыз қандай? Біздің мына Қазақстанда қанша халқымыз бар ғой, әртүрлі. Бәріміз бір-бірімізге қарызымыз. Осы жақсылықты ұмытпайық. Қарызымыз сол. Сол кезде бәрі өз орнында болады. Енді сұхбатымызды отандастарымызға деген тілегіңізбен аяқтайық. Иран тілінде 1-2 ауыз сөз тілегіңіз айтып өтсеңіз. Мен Иранда ең жақсы шырын сөзді көп естігенмінде, ояқта бір адамға шай берсең де, бір адамға тамақ берсең де, бір машинеге мінгізіп, бір жерге апарып қойсаң да, сөйледі айтады, қолдарын ауырмасын дейді. Сондай бір ниеттері бар. Қолдарың ауырмасын. Қолдарың ауырмасын дейді. Қазақтың қолыңа дерт бермесін дегенмен ұқсайды ғой. Фарс тілінде дәсті шумо дәрдіне көнеді дейді. Дәст қолға дейді. Дәсті шумо, сенің дейді қолдарың ауырмасын дейді. Соның үшін вес Қазақстанның халқының қолдары ауырмасын. Дәсті шумо дәріне. Дәртіне көн. Береке құтты болсын, сұхбатыңызға рахмет. Рахмет, сендерге де рахмет.